Қайырлы күн құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай асты май қатып, жан-жағы қарайып кеткен, тамақ жылытатын, құймақ пісіретін кастрюль мен табаларымды шығарып, осыларды ешқандай химикатсыз, үй жағдайында күш-қуат талап етпей, тап-таза етіп тазалаудың әдісімен бөлісетін боламын. Міне жуылғаннан кейін осылай аппақ болып ағаратын болады. Сондықтан менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап сақтап алыңыз. Ең алдымен үлкен кастрюльді алып, үстіне су құямыз. Содан кейін 7 ас қасық ас содасын салдым. Одан да көп салсаңыздар болады. Және де 7 ас қасық порошок, яғни кір жуатын ұнтақ. Содан салдым. Бір кір сабынды майдалап турап, немесе үкіштен өткізіп салсаңыздар болады. Мен мұнда суды қайнатып барып құйдым, немесе қайнатпай құйсаңыздар да болады. Қайнатпай құйсаңыздар, қайнағанша күтіп, қайнаған соң ғана жаңағы май ыдыстарыңызды ішіне салып, 1 сағат немесе 40 минуттай қайнатасыздар. Бұл жерде ыдыстың майлылығына қараймыз. Егер ыдысыңыздың табаны қатты қарайып кеткен болса, онда көбірек қайнатасыз, ал азырақ кішкене ғана май болса, жарты сағат 20 минут қайнатсаңыз, өзі майы сырғып түсетін болады. Мен қазір мұнда табаларымның барлығын салып, қайнатуға қойдым. Дәл осы кезде үстінен аздаған сұйық май құйып жіберсеңіздер болады, бірақ бұл міндетті емес. Құймауға да болады. Енді жарты сағат 40 минут өткен соң, мен осылай алдымен құймақ пісіретін табамды алып, бір-бір ысқылап көрдім. Шындығында уже көп деген майлары, қара қап-қара болып тұрған қатып қалған майлары кетіп, азғандай ғана бөлігі қалған екен. Тағы да біраз қайнатуға қойдым. Ал мынау тамақ жылытатын кастрюлім жарты сағаттай қайнады. Енді осы ыстық судың үстінде губкамен және қырғышпен бір-бір қырып көріп жатырмын. Ал қырғышпен қырсаңыздар, бұдан да жақсырақ кететін болады. Ең бастысы, май қатып алған ыдыстарыңызды осындай кастрюльдің үстінде ыстық кезінде бір-бір ысқыласаңыздар тез кетіп қалады. Ал суы суып қалса, мұздай болып қалса, кетуі қиынырақ болады. Сондықтан осы кастрюльдің үстінде тұрып бір-бір ысқылап алдым. Мінекей нәтижесі осындай. Ешқандай химикатсыз, тез әрі оңай тазалау жолы. Үйдегі барлық май қатып қалған таба ыдыстарыңызды, кастрюльдеріңізді осы әдіспен тазалап жуып алсаңыздар болады.